Әбен Анайля Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті ландшафттық дизайн және көгалдандыру мамандығының 3-ші курс студенті боламын. Осы білім күніне орай баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Жаңа оқу жылында барлықтарыңызға табыс пен жетістіктер тілеймін. Мен Нұрлыбеков Нұрхамет. Мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің 1-ші курс студентімін. Мен осы универге грант үміткері болып келдім. Өзімнің шаруашылығым бар. Сол бойынша түстім. Сабақтар басталып жатыр, ұнап жатыр. Менің атым Оңалбай Ақниет. Мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіне 1-ші курсқа түстім. Университеттің студенттерін білім күнімен құттықтаймыз. Менің есімім Сатыбалды Ердәулет. Мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіне 1-ші курс студенті болып түстім. Біздің мамандықтарымыз су және су ресурстарын басқару. Сіздерді келіп жеткен білім күнімен құттықтаймыз. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің аты жөнім Абдрахман Алуа болады. Мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің 1-ші курс оқушысымын. Өсімдік туралы ғылым және технологиялар факультетінде оқимын. Және де барша 1-ші курс студенттерін оқу жылымен құттықтаймын. Менің аты жөнім Матанов Әли. Таңдап отырған пәнім ол өсімдік және ғылым технологиялар. Мен таңдаған себебім мен үшін осы сала өте қызықты және біздің адамзат үшін қажетті мамандықтардың бірі деп санаймын. Барлық студенттерді білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Здравствуйте, меня зовут Ашурова Лимахуан. Я студентка 1-го курса, факультет агробиология, кафедра экология. Я выбрала эту профессию, потому что мне нравится природа, защищать природу, изучать ученых, которые разрабатывали разные методы. И всем советую выбрать эту профессию, те, кто любит природу. Мен Сапарғалиева Шұғыла Қанатқызы, мен 1-ші курс студентімін. Мамандығым ағаш өңдеу негіздері және орман саласы. Ағаш өңдеу негізі Қазақстандағы ең жас өнеркәсіптің бірі. Бәріңізге кеңес беремін. Және де студенттерді білім күнімен құттықтаймын. Меня зовут Данил Арянов. Я учусь на 1-м курсе экологии. Хочу пожелать всем в новом учебном году удачи, всего самого наилучшего. По своей специальности хочу рассказать то, что самовольно я выбрал сам. Мне профессия эта нравится, я хочу направить всех людей в правильное русло. Я хочу сделать свой город чище.